Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Windows операциялық жүйесі. Негізгі ұғымдар. Windows операциялық жүйесі компьютерді сатып алғаннан кейін орнатылатын операциялық жүйелердің бірі болып табылады. Яғни операциялық жүйе дегеніміз ол компьютердің жұмысын басқаратын компьютерлік программа болып табылады. Операциялық жүйелердің бірнеше түрлері бар. Яғни Linux деген операциялық жүйе бар, Windows деген операциялық жүйе бар. Сол операциялық жүйелердің ішінен ең жиі қолданылатыны бұл Windows операциялық жүйесі. Негізгі элементі ол графикалық интерфейс болып табылады. Графикалық интерфейс дегеніміз пайдаланушы мен компьютердің жұмысын жақсартуға арналған белгішелерден, сұхбат терезелерден тұратын арнайы қарым-қатынас жасау құрылғысы. Негізгі элементтері Windows операциялық жүйесінің ол жұмыс столы, мына тұрған төмендегі жолақ есептер тақтасы, панель задач, белгішелер, жарлықтар, терезелер, контексті жанама мәзір және де пуск мәзір болып табылады. Жұмыс столы дегеніміз бізде мына тұрған жұмыс облысымыз, негізгі жұмыс облысымыз. Мұнда белгішелер, яғни мынандай бумашаның белгішелері орналасқан. Сонымен қатар жарлықтар деген программалардың жарлықтары, ярлыки деп айтылады. Яғни олар программаға тез қосылуға мүмкіндік береді. Бумалар бізде түрлі тағайындамасына қарай түрлі ақпараттан тұратын арнайы ақпарат жинақталатын бума болып табылады. Құру үшін жұмыс столының бос орнына барып, тышқанның оң жағын басамын, создать папку деген команда беремін. Олардың бар мағынасы ақпаратты жинақтаушы болып табылады. Яғни әр буманың ішінде атауына қарай, тағайындамасына қарай орналасқан файлдар немесе ішкі бумалар болады. Буманың ішінде менде қазірше бос. Бұған тағы да қандай да бір бума құру үшін создать папку деген команда беремін. Және тағы да біреуін құруға болады. Және тағайындамасына қарай осыларға мен ішіне осы атауына байланысты құжаттарды орналастырамын. Және де ол жинақталып тұруға мүмкіндік береді. Тағайындамасына қарай және де құжатты тез табуға мүмкіндік береді. Жарлықтар дегеніміз программаның жарлықтары, яғни мынау бумалардың папкасынан айырмашылығы жанында мынадай стрелкасы бар. Яғни 2 рет бассам, мен бұл программаны іске қосам деген сөз. Жарлық құру үшін жанама мәзір шақырамын контекстіне, создать ярлык деген команда беремін. Для какого элемента нужно создать ярлык? Укажите расположение объекта дейді. Яғни обзор деген кнопканы басу арқылы мен кез келген өзіме қажетті программа таңдаймын. Сонан соң далее деген басам, введите имя ярлыка. Өзгертуге де болады, қалдыруға да болады. Егер мен қалдыратын болсам, міне мынадай жарлық пайда болады. 2 рет шерту арқылы мен іске қосамын. Енді тағы бір маңызды элемент ол мынау жұмыс столында тұрған әдемі фон. Бұны өзгерту үшін мен тышқанның оң жағын басамын да параметры экрана деген кіремін. Міне, осы жерде менде экранның бүкіл қалып күйлерін келтіруге болады. Яғни яркость азайтуға болады, көбейтуге болады. Ночной свет менде отключенный тұр. Экранның өлшемі, масштаб, разрешение дисплея, ориентация дисплея және де графика деген бар. Міне, мұнда түрлі арнайы құрылғылардың атаулары берілген және де изменение стандартных параметров графики дейді. Яғни егер де өзгертем десеңіздер, өзгертесіздер, өзгертпеймін дейтін болсаңыздар, онда осы күйінде қалдырасыздар. Сонымен қатар Windows операциялық жүйесінің бізде 2 түрі болады. 32-лік разрядты операциялық жүйе және 64 разрядты операциялық жүйе. Осы ақпарат маңызды, себебі программаларды орнататын кезде программалардың өзі 32 разрядты операциялық жүйеге арналған және 64 бит
разрядты жүйеге арналған деп бөлінеді. 32-лік операцияға жүйеге арналған программаны 64-тік разрядтық жүйеге, операциялық жүйеге орнатылмайды. Сол себепті мен жаңағы пуск параметрі деген жерде система дегеннен о системе деген ішкі бетке кіремін. Мұнда құрылғының сипаттамалары, құрылғының атауы, процессор, Intel Core i3, оперативті жадтың өлшемі, құрылғының коды, құрылғының өнімнің коды және де тип система деген менде 64 разрядты операциялық жүйе орнатылған. Яғни мен программа орнататын кезде 64 разрядты операциялық жүйеге арналған программаларды өзіме жүктеп аламын және орнатамын. Бұл өте маңызды ақпарат, себебі 64-тік разрядтық жүйеге орнатылатын программалар 32-лік программаға орнатылмайды. Ары қарай Windows операциялық жүйесінің сипаттамалары, яғни характеристики Windows дейді, выпуск Windows 11 версиясы жазылған, дата установки, сборка операционной системы және де қандай операциялық жүйемен қарым-қатынас жасай алады, яғни Windows Future Experience Pack. Яғни осы туралы бүкіл ақпаратты сіздер осы ішкі беттен көре аласыздар. Одан басқа мұнда интернет желісі туралы ақпарат орналасқан. Міне персонализация деген бетте жаңағы әдемі фондық сурет менде мынау тұр. Және де компьютердің ішіндегі мен кез келген жаңағы өзіме ұнайтын тақырыпқа ауыстыруым мүмкін. Енді мынау қара түстер шыны керек маған ұнай бермейді. Сол себепті міне темы деген жерде міне менде бар тұрғаны мынау еді, мен мынаны ауыстыра аламын. Мысалы үшін таңдаймын, өзі экранның беті ауысып тұрады осылай. Цвет, фон, звуки дегеннің барлығын ашып настраивать етуге болады. Приложение деген жерде орнатылған бүкіл программалар болады. Оларды бұл жерден өшіруге болады, орнатуға болады, уақытша жұмысын тоқтата тұруға болады. Міне компьютердің ішіндегі бүкіл учетные записи, время, язык дегеннің барлығы қосымша ақпарат болып табылады. Енді учетный записта менде бір ғана администратор бар. Егерде кейбір компьютерлерде 2 немесе 3 администратор болады, және әрқайсысының өзінің варианты входа, пароли деген нәрсенің бәрі настраиваться етеді. Конфиденциальная защита деген бар. Мұнда безопасность Windows, қандай антивирусты программа бар, сол туралы бүкіл ақпаратты көруге болады. Келесі маңызды элемент менде ол панель задач, яғни мынау тұрған төмендегі есептер тақтасы. Негізінен тұрған командалар, мынау пиктограммалар, әрбір команданың белгішелері тез қосу үшін арналған. Яндекс менде браузер, мынау менде PowerPoint және де басқа да программаларды қойып қойғам. Мен осы жақтан өте көп қолданатын программаларды осы жақтан қосқан өте ыңғайлы. Яғни просто бассаң, іздеп отырмайсың, бассаң уже сразу жүктеледі. Ол есептер тақтасына орналасқан. Оны есептер тақтасына қою үшін мен пускқа барып, программаны таңдаймын. Кез келген өзіме қажетті жиі қолданатын программаға атауына барып, міне тышқанның оң жағын бастым. Дополнительно деген жерден закрепить на панели задач. Міне пайда болды. Бассаң, программа іске қосылады. Енді бұл программаны мен uTorrent-тен көп қолданбаймын, сол себепті оң жағын басып, открепить от панели задач деп алып тастаймын. Яғни өз қалауларыңызға сай қалып күйге келтіре аласыздар. Сонымен қатар панель задач программадағы компьютердегі бар тілдер, яғни ағылшын тілі, орыс тілі, түрік тілі деген сияқты регистрін ауыстыру үшін мына жерде менде Wi-Fi желісі туралы, интернет желісі туралы ақпарат, дыбысы, ноутбуктың қуат деңгейі және де мерзімдер мен жаңағы уақыттың белгілерін көрсететін негізгі ақпараттардан тұрады. Есептер тақтасынан басқа маңызды элементтердің бірі ол бізде пуск. Міне мынау тұрған кнопка. Бұл жерде Windows менде операциялық жүйесі 11, яғни кейбір программаларды іздеп жүрместен тез қосу үшін осында орнатып қойған, және де компьютердегі бүкіл программалар жұмыс жасайтын
осы пуск мәзірінде орналасады. Сонымен қатар Windows 11-де мынау соңғы ашылған құжаттамалардың тізбесі орналасқан. Және де админ туралы ақпараттан тұрады. Егер де пуск кнопкасына барып, тышқанның оң жағын басатын болсақ, ол бізде жанама мәзірді ашады. Жанама мәзірде пускке байланысты тез орындалатын бүкіл мәзірдің қатары орналасқан, яғни проводник ашуға болады, завершение работы, управление компьютером, система, просмотр событий, установлен приложение деген сияқты бүкіл қалып күйге келтіретін кнопкалар орналасқан. Сонымен қатар Windows операциялық жүйесінде маңызды элементтердің бірі ол жанама мәзір. Жаңа байқағандарыңыздай, мен жанама мәзірді өте көп қолданамын. Кез келген жерге басып, тышқанның оң жағын басатын болсам, менде жанама мәзір шығады. Тез қолжетімді етеді. Жаңағыдай кейбір элементтерді, мысалы үшін создать текстовый документ, создать лист Microsoft Word, Excel, мына жерге қойып қоюға болады, және екі рет шертіп жұмыс жасай беруге болады. Сол сияқты мынау тұрған жаңағы панель задачада оң жағын басатын болсаңыздар, диспетчер задач шақыруға болады. Яғни диспетчер задач деген не? Ол бізде компьютердің ішінде дәл қазір жұмыс істеп тұрған негізгі процестерді көрсетеді. Кейбір кезде кейбір программалар жүктелмей қатып қалады. Сондай болып қалады. Не жабылмай қалады, не ашылмай қалады. Сол кезде осы диспетчер задачтың көмегімен сол қатып қалған программаларды өшіруге болады. Ол ұдайы есептеп тұрады, қай процессордың центральный память, диск, сеть деген қаншалықты пайыз жұмыс істеп тұрған, қаншалықты пайыз орын алып тұрғанын көрсетіп тұрады. Бүгінгі қарастырған мәліметтеріміз Windows операциялық жүйесі негізгі ұғымдары. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.